Ассаламу алейкум, эфирде заман ноябрьнің 22-сі Қарымыш халінің 1364 күні студияда Мавиле Мұхтарова чалышам. Ребері қачты пайтақтына қомшылар запт етті. Қанунсыз селянетілген Луганск халық жұмхуриетінің лидері Игорь Плотницкийнің ортақлары яқаланды. Луганскта аскери авдарма іштемай ағларының құланычылары арбитехника елелі фхаларны көстері. О, я Русияден, я қомшу Донецктен кетірілді. Радио ве телевидение блок етілді, телефонағы йоқ, Луганскта вазиет кергін олып қала. Луганск мерkezini yeşil adamçıqlar işgal etdi. Sokaqlarda harbiy texnika tura. İnsanlarga ya evlerde ya da sözde devlet xavfsızlığı nazirliginin mağazlarında kalmağa teklif edilir. Что-то происходит, не знаю. Я вышла, там загорожено, тут загорожено. Перед лицом машут туда. Terrorist DNR lideri ve onun aq koruyucusu sözde İçişler Naziri arasında kavga zaten kergin vaziyetini daha ziyade beterleştirdi. Igor Plotnickiy Nazirni ealiden dairelerine çekip almasında ve cinayet işlemesinde kabatlap, mahkeme üzerinden onu işten boşattı. Aq koruyucu teslim olmayıp, kanunsuz Cumhuriyetinin paytaxtını Berkut ve harbiy texnikanin sarıp aldı. Ozu ise Devlet Xavfsızlığı Nazirliginin binasında kapaldı. Данные люди вооруженные прибыли, здесь никаких не объясняет своих действий. Sonra erşeğini anlattı. Kanunsuz LNR yolbaşçılığı vaziyetini kerginleştirgen eken. Böylece Ukrayna casusları ve satqınları için bir yuva olgan eken. O ise Donbass sakinlerini korçalay. В результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени к главе Луганской Народной Республики целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Плотницкий видеода көрінмеді, мектуп язды. Заявление Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет законно отстранен от занимаемой должности. Есть решение суда. Со своей стороны хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Русия көтлеві хабер васталары бүлдірейке қанунсыз селянетілген ЛНР лидері Лугансктан қачты. Кремль рақыбыне қол тұтқананы білген екен. Амма ең чоқ оны бір шей қасветлендірді. Қомшу ДНР ортағы Александр Захарченко да ярдымға шыққан екен. Кремль сөзді жұмхуриетлерге ер вақыт қол тұтайды. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия. Аман-аман бір елі версі Плотницкий айдутларының сыңырлары арасында гүмрук қойып, Русия ярдымындан біле бергі алайды. Террористлер исянчы қарачақ олды. Я просто себе этого не представлял в 2014 году, чтобы до такого маразма дойдем. Если бы я тогда знал, что это будет, я бы их всех, поверьте мне, и одних, и других, загнал бы туда, откуда бы они уже не вернулись бы сюда. Көзетечілердейке да чоқ бойсынған ДНР, ЛНР'ны запт етер. Плотницкий де қорчалап оламаз. Артық тек Захарченконың ваделері ола біле. Ләкин Луганск сакенлері бір шейсіз қалды. Интернет блок етілді, телекомпания қапатылды. Риана Алиева, Заман, АТР. Луганск'тағы вазиет кергінлешкені үшін түнеуін ақшам Украина президенті Жиляр бей топлашу өткерді бұны Петро Порошенко Facebook сәйфесінде білдірді. Топлашуда көшедерелерінің реберлері марузаларыны сеслендірді, тешкес меселелері мерkezінің векілеріне ОБСЕ мониторинг миссиясы или ішбірлігіні фаалештіріп, ғарби ортақларыны хабердар тұтмаға авале етілді. У зв'язку із збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські збройні сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення.
Русияге қаршы санкцияларның ләғу етілмесі, пасыде музакире етілмесі мүмкін Авропа Шурасы парламент ассамблеясының даими комитетіне ассамблея ішінде Русиялілерінің иштирагыны ғайрыдан тіклемеге ве санкцияларны алып ташламаға теклиф етілді. Пасы топлашуының күн тертібі түнеуін ақшам айдынлатылды. Комитет ноябрьдің 24-інде көріші жектір. Мутихасыслар қайдеті екен музакире етілежек меселелер бірде-бір қарар алынажағыны ифаде етмей. Айны вақытта бұл мұнақаша 2018 сенесі январь айында кешірілежек сессияда ассамблея Русиядан санкцияларны алып ташламаға азырмы жоқмы көстережектір. Путин Трампқа телефон етті. Русия ве Америка бірлешкен девлетлерінің президентлері телефонда сөбетлешкенде Донбасс меселесіні де музакире еттілер. Лав, Сурия, Украина, Иран ве Шимали Корея трафында юрсетілді. Музакирелер Владимир Путиннің Сурия президенті Башар Асадыле Сочиде көрішкен соң кечірілді. Бия сарайының мәліметіне көре Путин бұл көріші фаққында кей етмек үшін телефон açты. Русия күтлеві хабер васталары білдіргеніне көре көрішівден соң Путин Русия Сурия арбейлеріне көстерген арби ярдымны тоқтатта деп қайдетті. Бүгін ісе Кения Сочи шерінде Путин Түркия Жумхуриеті президенті Реджеп Тайып Эрдоған еле көріші Америка сенаторы Джон Маккейн бұл телефон субъектіна енді тенқыт етті. Сенатның Мудафа комитетінің елбасшысы Твиттерде yazғанына көре Трамп Америка бірлешкен девлетлері ве Русияның умуми менфаатлары олғанына яңлыш түшіне біле. Це в черговий раз демонструє хибність віри президента, що у США є спільні інтереси з Росією. Крім того, це доводить, що нам необхідна стратегія щодо Сирії. Джессюрлернен бір сырада Украинада бұйық аққорчалайжы компания башлады. Мектуп язма марафоны 200-ден зияде мемлекеттен фаалерні бірлештірді. Марафон чәрчевесінде үкімет тарафындан тақып етілген аққорчалайжыларға қол тұтмаға чағырыла. Украинада Эмир Усин Кукунын давасы беллідір. Қырымты тарфалі 2016 сенесі Қырымның ишғалча кемиеті тарафындан апске алынды. О, Қырым ишғалі ве фаалерінің қачырылмасындан соң Қырым инсан ақлары бақ группасына қошылған еді. Эмир Усиннің фаалиеті декқа желпетті. 2014 сенесі июль айындан башлап ФСБ оңа келмеге башлады. Евінде екі керетін тоу кечірілген еді. 2016 сенесі февраль айында есе оны незарет алтына алдылар. О вақыттан берлі Эмир Усин Куку террорист тешкілетінің азасы олмасында ве акимиетінің күшінен запт етмек планлаштырмасында қабатлана. Оңа 25 ел апоз жазасы беріле біле. Родина Еміра Усеїна також під тиском. Через місяць після арешту до його 9-річного сина Бекіра у школі підійшов працівник ФСБ і сказав, що тато зробив щось погане та буде гнити у в'язниці 12 років. Цей інцидент дуже налякав хлопчика та усю родину. Підпишіть петицію до Генерального прокурора Російської Федерації, вимагайте зняти всі обвинувачення з Еміра Усеїна Куку та припинити переслідувати його родину. Украина ташышлерна әзірлігі ішғал етілген Қырымда қанунсыз аскерлікке чағыруыны ләғу етмеге талап етті. Назірлік Русияның ішғал етілген топрақларда яшаған Украина ватандашларына аскерлікке чағыруына қаршы наразылық білдірді. Русия Мудафа назірлігінің мәліметіне көре бұл көзде 800 Қырымла аскерлікке алынды. 2017 сенесі ішғалжілер вақтынша ішғал етілген ерлерден 2000 инсанна аскерлікке алмаға планлаштыра. Украина ташышлерна әзірлігі қайдеті 2016 сенесі декабрь айында бірлешкен милетлерінің баш ассамблеясы Москваны қырымлыларына аскерлікке мечбур етмемеге чағырғаныды. МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати незаконне рішення про призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополі, усунути всі спричинені ним наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов'язань як держава-окупанта, а також повною мірою виконати резолюцію Генасамблеї ООН. Қырымлылар үшін курорт бергісі Краснодар өлкесі еле айны севейді белгіленді. Туристлерге қызмет көстерген әркес күнде бір кіші үшін 10 рубле төлейжектір. Кәрітілген параны ішғалчы мемурлар ярым аданын инфраструктурасына сарф етмеге планыштыра екен. Бергі майысының бірінден сентябрінің 30-на қадар алына жақтыр. Ішғалден соң ратланмаға келгенлерінің сайысы аман-аман 5 қат ексілді.
8 миллион турист еріне Қырымға 1,5 миллион біле келмей. Русиялілер кечетіні қоланып Қырымға бармаға істемей, Украиналылар ise Русиялі женг ве ишғал себебінден Қырымға бармай. Учылдан берлі язда Қырым пляжлары аман-аман бош ола. Мазут ве өлген құшылар Ақярда экологик фелякет, Карфездегі мазут ялыға алып кетірілді бұақта шыр сакені іштімай ағыда хабер еті. Еркіші темізлев катері бір шейлер япал, әкен файдасы жоқ дей, мазут аледа Карфезде қала папелер бұл себептен олып башлады. Ескі Юнан мезара кезлевде тапылды. Оны еркіші көрді, бұйық ташының четті құмда көрінді, еркек ерлі өлкешін аслық музейіне хабер етті. Хатимлері бұйық таш құтысыны қазып шығарды, о миллияттан евел 3-ші асырға айт олмасы мүмкін деп айталар. Тарихшыларының білдіргеніне көре, бұл ерде да евел бұныңки бүшейлер тапылмаған еді. Шымдылық бұл соңғы хабарымызdır. Яңа хабарларны саат 12-де Украинче сейретіңіз. Көрішкенше.